Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен бауырдан жасалатын котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Олай болса видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация бөлімін басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, және де жанындағы қоңырауша белгісін бассаңыздар, менің әрбір салған рецептімді өткізіп алмайсыздар. Сонымен қатар YouTube'қа поисқа Бекзат Айтжанова деп жазсаңыздар, менің каналым бірден шығады. Ол жерден түрлі рецепттерді көре аласыздар. Ал ендеше біз котлетімізді бастайық. Мінекей мен бауырды жуып тазартып және де бөліктерге ыңғайлап бөліп алдым. Содан кейін осылай массировканың көмегімен барлығын ет тартқыштан, яғни тартып жатырмын. Содан кейін мен бұл жерде 3 шағын картошка қолдандым. Если үлкендеу болып жатса, екеуі жарайды. Содан кейін 2 тілім чеснок қостым. Мінекей осылайша бауыр, картоп және де чеснокты осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мінекей үшеуін өткізіп алдым. Енді дәміне қарай шамалап тұз себеледім. Одан кейін қара бұрыш салдым. Содан кейін бір жұмыртқаны салдым жарып. Одан кейін үстіне 1 стаканды толтырмай сүт құйдым. Содан кейін қасықтың көмегімен араластырып, бетіне шамалап ұн себеледім. Мінекей осымен біздің бауырымыз, яғни котлеттің құрамы дайын болды. Қасықтың көмегімен барлығын басы біріккенше, яғни жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін орташа отта қызып тұрған майда 2 жағын алма-кезек қуыратын боламыз. Мен осы кезде майды қыздырып жатырмын. Қазір сковородкаде осылай пісіріп алатын боламын. Мінекей дәл осылай барлығын шетінен қуырып аламыз. Негізі бауырдан жасалған әрбір тағам өте пайдалы болып келеді. Мен көбінесе бауырды осылай котлет қылып пісіргенді жақсы көремін. Өйткені балдарым нан қосып жегенде прямо бұл тамақ болады оларға. Өзім де жақсы көремін. Бұрын мен бауырды ұнатпаушы едім. Қазір бауырды өте қатты осылай именно котлет қылып жегенді қатты жақсы көретін болғамын. Сондықтан мен осылай жиі пісіріп тұрамын. Сіздер де осылай бауырды пісірсеңіздер, бір жағынан тамақ болады, бір жағынан бауырдан жасалған бұл пайдасы өте зор. Сондықтан үй іштеріңізге осылай пісіріп берсеңіздер керемет болады. Мінекей достар, менің бауырдан жасалған котлетім дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осыны қазір мен өзімнің балдарыма ұсынатын боламын. Олар прямо піскенін күтіп жүреді. Қатты жақсы көреді. Өйткені дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Менің рецептім ұнап жатса, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Подписация бөлімін басып, комментарияға лайк басып, комментария қалдырып қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.